Мемлекеттік тілді дамытуға арналған қорға бірінші боп президент 7 миллион теңге аударды. Енді осы екпінмен демеушілер көбейіп, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге дем берсе дейді халықаралық қазақ тілі қоғамының басшысы. Жалпы әлем елдерінде білім беру мен әлеуметтік бағыттағы арнайы ұйымдардың қызметін тұрақты қамту үшін эндаумент қорлары жұмыс істейді. Мысалы, Жапониядағы ғылым мен технология қоры және Стэнфорд, Гарвард университеттерінің қорлары әйгілі. Ал біздегі қордың жұмысы енді қазақ тілін ғылым тіліне айналдыруға ықпал ететін болады. Француз тілі Еуропаға қалай әсер етсе, қазақ тілі түркі мәдениетіне дәл солай әсер еткен. Бұл ресейлік шығыстанушы Василий Радловтың сөзі. Ал сырт көз сыншыл, сондықтан ол астамсып емес, ақиқатын айтты. Өйткені қазақ ұлты сөз қадірін өз қадірі деп ұққан. Расында біздің тіл мәдениет, өнердің, әдебиет пен тарихтың тілі. Бірақ ондай төл дүниелер жұрттың бәрінде бар. Демек, таң қалдырада, таныта да алмайсың. Технократтық дәуірде қазақ тілі ғылым мен техника тілі ретінде дәуірлеуі тиіс. Қазақ тілін ғылым тілі етіп қалыптастыра алсақ, онда біздің тілімізге деген қызығушылық та артады, біздің тіліміз ақпараттың, ғылымның, технологияның тіліне айналады. Және осы халықаралық қазақ тілі қоғамының басшысын президент қабылдаған кезде нақты тапсырма берді. Қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамыту керек, қажет деген. Бұл өте дұрыс тапсырма. Біз егер қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамытып, оның жаңағы ғылыми еңбектердің қорын көбейте алмайтын болсақ, онда біз қазақ тілін шын мәніндегі мемлекеттік тіл деңгейіне көтерілуіне негіз қаладық деп айта алмаймыз. Сала министрлігі де қазақ тілінде еркін дәріс оқитын, оқулық жазатын сапалы кадрлар даярлауға міндетті. Ал қазақ тілі қоғамдық ұйымының басшысы мемлекеттік тілді дамыту үшін эндаумент қорын құруға қолдау сұраған. Бүгін президент алғашқы боп қорға 7 миллион теңге жеке жарнасын аударды. Эндаументқа құрылған жиналған қаражаттың өзі жұмсалмайды, сол қаражат басқарылады. Одан түскен қаражат сол осы эндаументті құрған ұйымның жарлық міндеттеріне жұмсалады. Сондықтан қазақ тілінің жағдайында осы біздің қазақ тілі қоғамының жарғысындағы бар, яғни қазақ тілін насихаттау, оның қолданыс аясын кеңейту, ол тілдің салтанат құруына қажетті түрлі бағыттағы жобаларды іске асыруға жұмсалатын қаражат. Қазақ тілі ғылым тіліне айналады деу, ауызекі сөйлеуді қатыра алмай жүргенде тәтті қиялдай көрінуі мүмкін, бірақ тіл саясатына жауаптылар жанын салып кіріссе, ойдағы мақсатқа ерте жетеміз. Себебі тетік соларда. Нысаналы Ығыл, Жұлдызбек Ермұқанов, Жібек жолы.